Қазақстан бокс федерациясы президентінің кеңесшісі тағайындалды. Белгілі блогер Инстаграмда қазақ боксинг парақшасы арқылы танымал Қазақстан бокс федерациясы президентінің кеңесшісі қызметіне Жалғас Түкешев тағайындалды. Бұл туралы Қаз-Нұр.kz Қазақстан бокс федерациясының Инстаграмдағы ресми парақшасына сілтеме жасап хабарлайды. Жалғас Түкешев бокстан Қазақстан Республикасының спорт шебері. 10 жылдан бері әуесқой бокста бапкерлік қызмет атқарады. Сондай-ақ 8 жылдан бері кәсіпқой бокста промоутерлік қызметпен айналысып, Қазақстанда бокс кештерін ұйымдастырып жүр делінген Қазақстан бокс федерациясының баспасөз қызметі жариялаған ақпаратта. Еске салайық, 5 ақпанда Астанада Қазақстан бокс федерациясының жылдық дәстүрлі жиыны өтіп, федерацияның жаңа президенті болып Шахмұрат Мүтәліп сайланған еді. Осыған дейін бұл қызметті Кеңес Рақышев атқарған болатын. Сондай-ақ бокстан Сидней олимпиадасының күміс медаль иегері Мұхтархан Ділдәбеков Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті атанды. Ассалаумағалейкум, баршаңызға, құттықтауларыңызға үлкен рахмет. Бұл жауапкершілікті абыройлы атқаруға, қазақ боксын ары қарай дамытуға бар күшімді саламын. Маған сенім артқан Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмұрат мырзаға үлкен рахмет. Қазақ боксын алға жетелеуге күш салуда. Мақсаты мен талабы қатты қуантады. Алдымызда үлкен жоспарлар. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Қазақ боксы жасасын.